Армысыз көрермен, эфирде Ақтау Ньюс жаңалықтар топтамасы, студияда жүргізуші мен Еркебұлан Ибрахим. Алдымен аңдатпаны көріңіз. Ақтау қаласындағы Атакент кешенінің тұрғындары қашан газға қарық болады? Күрмеу қиын мәселе болса, қалалық әкімдік пен құқық қорғау органдары қайда қарап отыр? Келер жылы қоғамдық көліктер жаңартылады. Оған жергілікті бюджет есебінен 216 миллион 540 мың теңге қаражат бөлінді. Ішіне жолаушы толтырып, дәнекерлеу жұмыстарын жасаған қоғамдық көлік. Қаладан Мұнайлы ауданы нөмірі 105 бағытқа қатынайтын автобус жүргізушісінің ендігі тағдыры не болады? Түрмеге есірткі лақтырған Ақтаудағы ГМ 72-де алды қатаң режимдегі колонияға есірткі тасығандар қолға түсті. Оларды қазір полиция тергеп, тексеріп жатыр. Омабел дүкені шақырат. Мұндағы құндыз, мутон тондар қыз келіншектердің жас ерекшелігіне сай тігілген. Тондардың ең төменгі бағасы 260 мың теңгеден басталады. Африка коронавируспен күресу үшін әлем елдерінен көмек сұрайды. Ал Еуроодақ Ресейге қарсы экономикалық санкцияларды тағы 6 айға ұзартты. Ақтаудағы Атакент кешенінің тұрғындары редакциямызға келіп, мердігер мекеме газ желісін жүргізбей отыр деп шағымданды. Осыдан 1 жыл бұрын толықтай қолданысқа берілген баспанаға сырттан келетін газ желісі тартылған. Бірақ ол пәтерлерге жетпей отыр. Бұған не себеп? Біздің тілшіміз Қаламқас Аманқосова Атакентке аяқтай барып, мәселенің мән-жайын анықтап көрді. 32Б шағын ауданында орналасқан Атакент тұрғын үй кешенінде тұрғындардың кейбірі 2017-2018 жылдардан бері тұрып келе жатырмыз дейді. Десе де кешеннің құрылысы толықтай аяқталып, әкімдікке нысанды пайдалануға беру туралы акті 2019 жылдың желтоқсан айында өткізілген. Пәтер иелері мердігер мекеменің жұмысына көңілі толмайтындығын айтып, газ желісін іске қосып берсін деген талап қойды. Енді бізге газ болады деді. Газ әлі жоқ. Уже деген 3 жылға жақындады, уже деген 3 жылда тұрып атқан тұрғындар бар. Население почти толық. Айтты енді 3 блоктан состоит, 3-ші блокқа байланысты население болғасын болады деді. Ол 3-ші блокта почти уже 70% заселениесі бар. Әлі газымыз жоқ. Мәселені айтып мердігер мекеменің басшысына жолыққан едік. Жауапты өкілдің айтуынша бірқатар кедергілер бар көрінеді. Оның сөзінше бір тұрғынның кесірі келесі бір тұрғынға тиіп отыр. Бұл Қазтрас газаймақ осы 20 жылдың 11 қараша күні келісімшарт жасалып, сыртқы төменгі қысымдағы газ желісін іске қостық. Сыртқысын. Енді ішкі газ желісіне келетін болсақ, және соның ішінде, жаңа сізге ескертіп айттым, бізде 5 подъезд бар деп. Бірінші, екінші, үшінші подъездіміздің қазіргі жағдайы толықтай өтіп тұр. Ол қызметкерлері келді, арнайы приказы бар, осындай адамның атына шыққан приказы. Тұрғындар осы 4-ші, 5-ші подъездің деп жаңа айтып отырмын ғой. Ішкі газ желісін өз бетінше тұрғын үй ішіндегі құбырларды электросварка деп айтады ғой. Электросваркамен өзгертулер арқылы жоғарыдан тыс өзгертулер жасап тастаған. Мердігер мекеме басшысының айтуынша үй жоспарына жобадан тыс өзгертулер жасаған 20-дан астам пәтер бар. Тұрғын үй ішіндегі газ желісі бекітілген жоба сызбасына сәйкес жүргізілмесе, жауапты мекеме тарапынан оны толықтай іске қосуға рұқсат берілмейді. Аталмыш мәселені тездетіп шешу үшін мердігер мекеме тарапынан тиісті шаралар жасалып жатыр дейді. Мысалға түсіндіріп өтейін, үйіне кіріп тұрған ыстаяқты трубаны тағы да трубалар қосып монтаждап басқа бөлмеге өткізіп қойғандары бар, потолок арқылы. Оның сыртынан гипсокартонмен қаптап тастағандар бар. Біздің қолымыздан келетіндегі тұрғындарға РЦК-ға өтетіндей қылып, дәнекерлеуші тауып беру. Оны тауып бердік біз қазіргі таңда. Жобаға тыс қылып қайттан жасап беретін. Кейбір тұрғындар өз бетінше отказ жасап отыр. Мен өзгертпеймін деп. Қалдырам дейді. Ол жобадан тыс қылып өзгертіп алған, бірақ осыны қалдырам дейді. Өзгертпейтін де кісілер бар ішінде.
Кездесу барысында тұрғындар су жылымайды, жылу құбырлары сапасыз деген сыңайлы шағымдарды да айтып қалды. Ал мердігер мекеме басшысы тұрғындардың уәжін естіп, жөндеу жүргізіліп жатыр деген жауап қайырды. Сонымен қатар бұл кешенде тағы бір үлкен мәселе бар екені белгілі болды. Қазіргі таңда кешенге пәтер иелері кооперативі ретінде қызмет ететін мекеме басшысының айтуынша тұрғын үйді коммуналдық мекемелер теңгеріміне енгізу жұмыстары кешеуілдеп отыр. Осы тұрғын үйге июль айынан бастап қызмет көрсеттік. Застройщик маған тапсырғанда біз әлі Альянс энергосынапқа ең бірінші тапсыруымыз керек. Содан кейін барып уже өтеді бізге. Документіміз бәрін дайындап қойдық. Қазір Альянс энергосынап қазір екіге бөлініп жатыр ғой. 9 жағын АОС-ке беріп жатыр. АОС-ке де оларда осы 1 декабрьден бастап штаттар ашылды деп айтып жатыр. Перечень документ берді. Жинап отырған. Сол документ бойынша біз жұмыс жасап жатырмыз, тапсыруға жұмыстанып жатырмыз. Альянс энергосынаппен АОС дейтін мекемелер бар ғой, коммуналдық қызмет. Сол компаниялардың арасында қосыла ма, айырыла ма, в общем, баланс содержатель табылмай жатыр сол жерден. Сондай мүмкіндіктермен тапсыра алмай жатыр үйді. Бірақ осы күнге дейін коммуналдық қызметтердің бәрін өзіміз көтеріп келе жатырмыз. Әлі күнге дейін. Тұрғындардың суға, жылуға, тоққа бәріне осы өзінің қаражатымыздың есебінен шығып жатыр. Біз әлі күнге дейін осы үйдің тарихын заңды тұлғамен төлеп келе жатыр. Біз тұрғындардың арыз-шағымын тыңдап, оған жауапты адамдардың уәжін бердік. Шешімін таппаған мәселенің себебін білдік. Қос тараптан да кемшілік кедергілер бар екені анықталды. Қысқасы бұл екі тараптың өзара келісіп шешетін мәселесі. Ал арағайындыққа әкімдік не айтады, құзырлы орындар не дейді? Қаламқас Аманқосова, Мұқағали Нұрдаулет, Сұңғат Есенов, Ақтау Ньюс. 2021 жылы қалалық маршруттарға жаңа автобустар сатып алу жоспарланып отыр. Бұл туралы бүгін облыстық қоғамдық коммуникациялар орталығында өткен брифингте жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысы мәлімдеді. Маңғыстау облысының әкімдігі қоғамдық көліктерді жаңарту жұмыстарын облыс орталығы Ақтау қаласынан бастады. Қазіргі таңда қалалық автобус парктерін жаңартып, ескі автобустардың санын азайту мақсатында жоба әзірленіп, ол жүзеге асырылуда. Жобаны қаржыландыруға жергілікті бюджет есебінен 216 миллион 540 мың теңге қаражат бөлінген. Қазіргі таңда 18 дана Ютинг маркалы автобус сатып алуға тапсырыс берілді. 2020 жылы қалалық маршруттарда тағы да 18 жаңадан автобус сатып алу жоспарланып отыр. Облыс бойынша тұрақты жолаушы тасымалы саласында барлық 30 мекеме 200-ге жуық автокөлік қызмет етеді. Жалпы маршруттық желіге 49 маршрут кіреді. Оның ішінде 18 қалалық, 13 ауданаралық, 1 облысаралық, 17 ауданішілік маршруттар. Хабарым жалғастырамыз. Ақтаудан Мұнайлы ауданына қатынайтын нөмірі 105 бағыттағы автобус туралы бейне түсірілім қоғамды да әлеуметтік желінде шулатып жатыр. Бар әңгіме қоғамдық көлік жүргізушісінің жолаушыларды лық толтырып алып, автобусқа дәнекерлеу жұмыстарын жүргізуінде болып тұр. Қала мен аудан орталығына қатынайтын қоғамдық көліктің есігі ашылып жабылмаған соң, ол осы күйінде дәнекерлейтін орынға дейін барған. Бейне жазбадан көріп отырғандарыңыздай, 2 адам автобустан адамдарды шығармаған қалпы көлікті дәнекерлеп жатыр. Автобус шопырына адам өмірі түкке тұрмайтын тәрізді. Бәрі де қауіпсіздікті естен шығарып, жайбарақат жұмыстарын жасауда. Егер ұшқын ұшып, аяқ астынан көліктің газ жарылып, немесе көлік отқа өртенсе, не болар еді? Апат айтып келмейді. Абырой болғанда бәрі сәтті аяқталған. Маңғыстауда түрме қоршауынан асыра ішке есірткі лақтырған әрекеттің жолы кесілді. Түрме күзетшілері дер кезінде жедел қимылдап қылмысқа жол бермеді. Ақтау қаласы маңында орналасқан ГМ 172-де 6 қатаң режимдегі түрме қызметкерлері күдіктілерді көп ұзамай қылмыс орнында қолға түсірді. Облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің айтуынша, олар түрме қоршауының артынан ішінде өсімдік тектес, жасыл түсті заты бар 2 бума тапқан. Аталмыш затты ашып тексерген кезде ол есірткіге тән ерекше иіс шығарған. Қазір айғақ заттары мен күдіктілер қалалық полиция бөліміне жеткізіліп, тергеу амалдары жүргізілуде.
Қыз келіншектер назарына Қазақстандағы нөмірі 1 Амабел тондар салоны Ақтауда жаңа мекенжайға көшті. Кеше қаланың орталығында орналасқан дүкеннің ашылу рәсімі салтанатты түрде өтті. Шараға арнайы республикаға танымал жұлдыздар қонақ болып келді. Түрі мен түсінен көз түрінен ішіктердің сән көрсетілімі өтіп, қонақтарға арнайы кеш ұйымдастырылды. Салтанатты шараға қатысып қайтқан әріптесім Аялым Серікқызының бейнематериалында толығырақ қараңыздар. Официальная часть нашего открытия. Салона Липецку Амабель. Қазақстан нарығында 9 жылдан бері табысты жұмыс жасап келе жатқан Амабель дүкені еліміздің 7 қаласында сауда жасайды. Дүкеннің өнімдері Қазақстандағы жеке цехта тігіледі. Ол үшін Греция, Канада, Финляндия елдерінен арнайы терлер алынады. Дизайнер Айдана Омарованың туындылары сатылатын бұл дүкеннен сыртқы киімдерден бөлек сөмкелер мен аяқ киім өнімдерін де таба аласыздар. Бізде Омабельде жеке фабрикамыз бар. Тондардың 30% Қазақстанда тігіледі, және де қалған пайызы Түркияда тігіледі. Омабельдің жеке фабрикасында. Бізде Қазақстан бойынша сатып алушыларымыз, біздің брендті таңдайтын адамдар өте көп деп айта аламын. Себебі бізде жан-жақтан келіп жатады, басқа қалалардан, және де басқа елдерден де келіп сатып алып жатады. Дүкенде ерекше сәндетіп тігілген эксклюзивті тондар 70%-ға дейінгі жеңілдікпен сатылып жатыр. Амабелла дүкені қыз келіншектерге жаңа дүкеннің ашылуына орай осындай сый жасауды ұйғарған. 2020 жылдың ең үздік брендін 2 жылға дейін ешқандай пайызсыз бөліп төлеу мүмкіндігімен ала аласыздар. Сырт киімнің тігісі мен бағалы аң терісінің сапасын алыстан-ақ байқауға болады. Құндыз мутон тондар қыз келіншектердің жас ерекшелігіне сай тігілген. Ұзын, қысқа, жеңді және жеңсіз түрлері бар. Тондардың ең төмен бағасы 260 мың теңгеден басталады. Табиғи өнім екенін растайтын арнайы сертификат беріледі және 1 жылдық кепілдік қағазы да бар. Қызмет көрсету сервисі де өте жоғары деңгейде. Сатып алушылар үшін мұнда барлық жағдай жасалған. Қай кезде де әйел адамды әдемі қылатын киім ғой, адам көркі шіберек дейді. Енді әдемі тондар келіп жатыр екен біздің Маңғыстауға. Қош келді деймін. Осы салада жүрген қыздарға, осы кәсіп жасап жүрген қыздарға жұмысында табыс, береке тілеймін. Біздер енді былтырда осы Ақтау қаласында ашылған осы Омабел дүкенінің ашылу салтанатында болып, куә болып өзіміз тон алғанбыз. Биыл да осы жаңа мекенжайдан ашылып жатқаннан кейін өзіміз келіп отырмыз. Өзіміздің тондарымызды сайлап алып, енді риза болып жатырмыз. Бұл Омабел тондар салонының бір ерекшелігі, бұл жерде выбор көп. Тондар салонына тұтынушы болсаңыз, керемет автокөліктің ұтыс ойынына қатыса аласыз. Сапалы тауарды жеңілдікпен ала отырып, сізге көптеген қосымша сыйлықтар да беріледі. Ол үшін Ақтау қаласындағы 11-ші шағын аудан 1-ші үйдің жанындағы 1-ші ғимаратқа барсаңыз жеткілікті. Кеңесшілер талғамыңызға қарай таңдауыңызды табуға көмектеседі. Аяулым Серікқызы, Мұқағали Нұрдаулет, Ақтау Ньюс. Әлем жаңалықтарына кезек берейік. Африка коронавируспен күресу үшін әлем елдерінен көмек сұрайды. Олар дәрі-дәрмегі артық, өздерінен ауысып қалған елдер болса, бізге көмек қолын созады деп үміттеніп отыр. Ал Еуропалық одақ елдерінің басшылары Қырымды басып алуына байланысты Ресейге қарсы санкцияларды ұзарту туралы шешім қабылдады. Тақырыпты Дәметкен Саматқыз тарқатады. Қазір кейбір елдер ковид вакциналарын шамадан сатып алып өзінде сақтап отыр. Олар осы артық дәрі-дәрмектерін індетке қарсы екпе дәрісі жетпей жатқан Африка елдеріне берулері керек. Бұл туралы Африка одағының ауруларды бақылау және алдын алу орталықтарының директоры мәлімдеді. Оның пікірінше артық вакцинасы бар елдер Африка құрлығындағы кедей елдерге көмектесуі қажет. Ал Еуроодақ басшылары Ресейге қарсы экономикалық санкцияларды тағы да 6 айға ұзартуға келісті. Мұндай шешім орыстардың Қырымды басып алуынан шығып отыр. Санкциялар тізімі келесі аптада жасалады. Аталмыш шешім Еуроодақ елдерінің саммитінде қабылданды. Дәметкен Саматқызы, Сұңғат Есенов, Ақтау Ньюс. Құрметті телекөрермендер, арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осы. Ақтау телеарнасы ең өзекті де қызықты ақпараттармен бөлісуге әзір. Егер өз тарапыңыздан қандай да бір маңызды мәліметпен бөлісіп, бізге ақпарат жолдаймын десеңіздер, төмендегі байланыс нөмірлеріне хабарласыңыздар. Эфирде келесі жүздескенше сау саламатта болыңыздар.